Токсиндер мен шлактар адам ағзасына теріс әсер етеді. Олар жиналып қалса, аллергиялық кері реакцияларды, патологиялық ауытқуларды, сондай-ақ ауыр дертті де тудыруы мүмкін. Зиянды заттар ағзаға ас қорыту жүйесінің мүшелері арқылы, тері мен тыныс алу жүйесі арқылы енеді. Ал дәрігер Бақытжан Бейімбетов дені сау адамда зиянды қалдықтардың пайда болуы екіталай дейді. Өйткені сау организм болатын болса, онда артық шлактар, ешқандай токсиндер болмайды. Бауыр зақымданып, оның жетімсіздігі дамитын болса, бүйректің жетімсіздігі болатын болса, сол организмдегі қалдық өнімдерді шығара алмай, ол сондай организм уланатын жағдай болады. Олар өте күрделі жаңағы сырқаттар. Ал енді басқа жағдайда қалыпты организмде ол организм өзі қалыпты қалдық өнімдерді шығарып отырады. Токсиндер концентрациясының рұқсат етілген нормадан асып кетуі интоксикация деп аталады. Бұл жағдайда адамға медициналық көмек қажет. Дәрігерлер осы кезде өздігінен ем қабылдамауға, ғаламтордағы ақпараттың бәріне сене бермеуге шақырады. Бұл асқынуға әкелуі мүмкін. Адам ағзасы токсиндермен және шлактармен асқынған жағдайда түрлі өзгерістерге алып келеді. Ол яғни көбіне буындардың ауырсынуы, бүйректерде тастардың, өт жолдарында тастардың пайда болуына алып келуі мүмкін. Және де соңғы уақытта көптеп кездесетін аллергиялардың көп болуы, түрлі дерматиттер, солардың бәрі осы токсиндердің, шлактардың салдарынан болады. Негізі көбіне адамдардың шағымы бұндай жағдайда әлсіздік, тез шаршағыштық, ұйқысының бұзылуы, денесінде түрлі жаралардың пайда болуы, соның ішінде онкологияға да себепкер болып отыр. Мамандар ағзаға токсиндер жиналған кезде ішкі органдардың жұмысы адамды мазалай бастайтындығын айтады. Қалыпты жағдайда организм зиянды заттармен өздігінен күреседі. Осы тұста бүйрек пен өкпе, ас қорыту жүйесі де іске кіріседі. Токсиндер мен уытты заттарды шығарудың ең басты жолы ол суды көп мөлшерде қолдану, яғни күніне 10-12 стакан суды ішсеңіз, бұл токсиндердің жақсы шығуына көмектеседі. Сонымен қатар шөптерді де қолдану қазіргі кезде өте маңызды. Соның ішінде ақжелкен, аскөк ол ас қорыту жүйесін тазартуға жақсы, жусан ол жаңағы метаболиттік процестерге қатысады да, және қан айналым жүйесін жақсартады және оны қалпына келтіреді. Сонымен қатар түймедақ осы токсиндер мен тұздарды шығаруына өте маңызды болып табылады. Мамандар бұл жағдайда көбіне ағзаны тазартуға арналған витаминдік кешендер тағайындайды. Осы арада табиғи компоненттерден тұратын препаратты таңдау аса маңызды. Өйткені ол иммундық жүйені нығайтады, ағзаның жұмысын қалыпқа келтіреді.